Сәлем достар. Сөйлеу мәдениеті өспейінше жоғарғы ақыл мәдениетіне жету мүмкін емес. Қазіргі таңда көп адамдар қарапайым өмірдегі сөйлеу мәдениеті жайлы ұмытып кетіп жатады. Соған орай бүгін біз сіздерге ұялы телефонмен сөйлесу мәдениетінің 5 ережесін ұсынбақпыз. Адам 3 гудоктан кейін алмаса, біз ол адамды мазаламауымыз керек. Алло, я тыңдап тұрмын. Қайырлы күн, Алтынай сізді тыңдап тұр. Ала берсін. Ол қазір қайтадан хабарласайыншы. Сөйлесуге ыңғайсыз болып тұр. 5 минуттан кейін хабарласам, қалай қарайсыз? Я сізге шаруа бойынша хабарласып едім ғой. Құрметті біздің көрермендер, ешқашанда тамақ ішіп отырып, не сағыз шайнап отырып, аузыңыз бос емес кезде ұялы телефонмен сөйлеспеңіз. Бұл үлкен әдепсіздік болып саналады. Сіздермен бірге болған Хан Алтынай және біздің бүгінгі айдарымызда ұялы телефонмен сөйлесудің 5 ережесі болды. Келесі кездескенше.